Бәріне сәлем, мен атым Жібек, және мен осы қыста Bloomberg компаниясында 4 айлық практикадан өттім. Мен софтвер инженер немесе программист болып жұмыс істедім. Осы блогта мен өзімнің желтоқсандағы стажерлық өмірімді көрсетемін және біздің командамызбен тимбилдингқа барғанымызды, және мұнда менің Эдинбургтан сапарымнан кадрлар болады. Бұл блогты мен тек қана 5 ай өткеннен кейін ғана монтаждауға уақыт таптым. Сондықтан сіздерге ұнайды деген үміттемін. Ал біз кеттік. Реалити Лондон. Реалити чек Лондон. Но справедливости ради. Не всегда же так. Мне бюджет на платформада. Жоқ, бірінші рет емес. Или давно болмады, 2 ай. Иә, көп уақыт болмады. Неге түсіріңіз келіп кетті Шынархан? Сіздің блогыңызға. Маған монтаж жасаға деп пресс жасалып жатыр. Иә, күшті видеолар бар. Қашан шығады? Қашан? Бірақ соң Крисмас. Ты уже и влоги снимаешь, да? Да, я хочу Я буду знаменитым? Да. Vlog. Yeah. It's a Chris. Yeah, my teammate. Yeah. He's a professional ice skater, so today he's going to teach me how to skate backwards. To do flips as well. Yeah. Of course. Skate backwards. Yeah. That next big top game's lucky winner. How did you get lost? Are you hoping that the snow? Do you ride on down the hillside in a buggy you have made? Хемстед Хистан репортаж. Сағат 4:15 кетті. Жібек. Просто күн ашық болды. Күн батқанша 1 сағат бар деп. Паркке шығайын деді. 2 остановка 10 минутта паркқа жетуге болатын еді. Сөйтіп шықтым де. Сөйтсем, еще ақ шалбар киіп алғам. Ақ. Жердің мына жақта жердің барлығы батпақ. Осындай батпақ.
Асфальт жоқ мұнда. Мен батпақтың исін искеп, ақ шалбарымды кіретіп, мұнда adventure тауып алдым. Мен дәл осы сәтте, дәл осы күйімде, дәл осы түріммен, дәл осы мәселелермен бақыттымын. Осы адамдармен өмірімдегі тұрған қаламда бақыттымын. Шынымен. Бек, сен Ньюград позицияға Лондонға келуің керексің. Мен қасыма. Біз бүгін бақыттымыз. Жүз рет шығармыз есе бұл керек болмаса. Киноға баратырмыз Вилли-Вонкаға. Бүгін қонақ шақырдық. Жібектің восхитительный просто. Блинчиктен дедік. Бүгін каждыйның біз жүрмеген жағымен жүрдік. Жібек Кайнтауға бар. Короче, саури. Көшіп, осында көрші болып тұру керек. О, үйге келдік. Мен сырлы жасай. Влог жаса деп жатыр Шынар, сондықтан өзім түсіріп бастадым. Шынар дуолинго жасап отырғанда жерде. Біз өйткені енді келдік үйге, шашадық, бірақ қандай шашаған емес, типа өліп шашадым деген емес. Андай күшті демалыс болды деген шашау. Ал қазір жұмысқа кетіп бара жатырмық қайтадан. Қайта қоспадым. Ал бүгін біз Шотландияның астанасы Эдинбург қаласына жол тарттық. Ол Лондоннан 4 сағаттық жерде орналасқан. Мен өзімнің Блумбергтағы подругам Әсем деген қызбен бірге бара жатырмын. Ең алғашқы күні пойыздан түскеннен кейін біз анасы мен қызы дайындайтын кореялық ресторанға барып, менің өмірімдегі ең күшті кореялық тамақ жедік. Одан кейін осы жерге хайкқа бардық. Негізінде Эдинбургтың ерекшелігі онда өте желді екен, және сен биіктікке көтерілген сайын ол желдің күші арта түседі. Мына төбе қаланың орталығынан 30 минуттық жерде ғана орналасқан. Сондықтан одан түскен соң қаланың орталығына жол тарттық. Қала өте кішкентай, сондықтан ешқандай транспортсыз оның центріне жетуге болады. Ал келесі күні біз Эдинбургтың барлық тарихи ескерткіштері мен ғимараттары орналасқан төбеге келдік. Олардың барлығы бір жерде шоғырланған, сондықтан осындай әдемілікті центрдан 15 минуттық жерде көруге болады. Бірақ өкініштісі, Эдинбургқа барған сапарда мен өзімнің телефонымның қуаттауышын үйде қалдырып кеттім. Сондықтан көп затты түсіре алған жоқпын. Бірақ біз үшінші күні теңіздің жағасына бардық та, сол жақта судың жағасында отырып, күшті демалғанымыз бар. Біз Эдинбургқа 4 күнге сапарды жоспарладық, алайда
Ең соңғы күні біз барған жерлерімізге қайта бара бастадық, өйткені қала өте кішкентай. Сондықтан мен ол жаққа тек қана 2 күнге баруға кеңес беремін. 2-1. So Jebek bought a phone today. Da-da-da-da. Stop that big bottle. Okay. Are you ready, guys? Wow. Okay. It's the first phone you buy for yourself, right? Yeah. What is... Я, получается, могу сим-карту поменять. I like it a lot. Wow. Wow.